Үйдің төбесінен еркін түскен бүтін кірпіш жер бетіне 2 секундта жетеді. Сол төбеден еркін түскен жарты кірпіштің түсу уақыты. Бұл логикалық сұрақ. Жауабы 2 секунд болады. Себебі дененің еркін түсу уақыты массаға тәуелді емес. Т тең түбірдің астында 2h бөлу g. Яғни сол төбеден деген жерден h констант екендігін түсінеміз. G констант. Сонда ауаның кедергісін ескеру керек болса, ауаның кедергісі. Ауаның кедергісі ол ортаның тығыздығына байланысты. Бұл жерде кірпіштің тығыздығы өзгермейді. Ә, Мысалы мамық бүйтіп асықпай түсу себебі оның массасының аздығынан емес, бұл жерде ол мамықтың тығыздығының жаңағы ауа тығыздығымен байланысы арқылы. Ал мына жерде екі жерде кірпіштің тығыздығын қарастырамыз. Сол үшін бізде осы А жауап дұрыс болады.